Мына видеода қалай Google формадан тест құрастыруды үйретемін. Дұрыстап қараңдар, не прозевайте. Бірінші Google Chrome'ға браузерға кіру керек. Кірген кезде главный экранға шығу керек. Осы жерде приложение Google деген болады. Осыны басып, мына дискке кіру керек. Кірген соң, создать деген басасың. Мына Google форма деген тауып аласың. На списокта болмаса, еще оны басып, мына тауып аласың. Кіресің. И мына жерде обязательный нәрсе бар, соны көрсетіп кетейін. Новая формаға тесттің атын жазасың, мысалы 9-шы сынып тест деп, мысалға. Сосын описанияға пәннің атын жазып қоюға болады, қай сабақтың тест екенін. Сосын тағы обязательный нәрсе, вопрос без заголовканы басасыңдар да, мына жерге аты жөні деп жазып қоясыңдар, дұрыстап. Аты жөні. И мына жерге текст строка дегенді таңдайсыңдар. Обязательный вопрос. Сосын тағы бір обязательный нәрсе, добавить вопрос деп плюсикті басасыңдар. Сосын аты жөні кетті ғой, енді сыныбын жазу керек оқушы, сол үшін сыныбы деп қоясың. И мына жерге тоже текст строка деп қоясың. Сонда мына жерге оқушы аты жөнін жазады, мына жерге болса сыныбын жазады. Сосын обязательный вопрос дегенді ұмытпаңдар, каждыйына қою керек, чтобы оқушы қалдырып кетпеу үшін, осыларды пропускать етпеу үшін. Осымен былай подготовка аяқталды. Енді настройкаға кіресіңдер, төбе жағында. Требуется вход аккаунтты галочка қоясыңдар, тестыға тоже галочка қоясыңдар. Мына жерде тиіспей қойсаңдар болады. По идее, сохранить. Потом уже тестті құрастыра беруді бастауға болады. Добавить вопрос дейсіңдер де, уже тесттерінді сала бересіңдер. Мысалға мына интернеттен ала салдым. На вопросқа логично, что вопросқа копировать, ставить. И мына жерде полностью варианттарды копировать ете саламыз. И мына вариант деген жерге қоя салған кезде төртеуді, мысалы, төртеу тұр ғой. Төртеуді осылай вариант қойылып қалды. Сосын, мысалы, мына жерде оң жақтағы кнопка, мына жерде қанша ответ дұрыс екенін таңдайсың. Мысалы, обычный тесттерде 4 сұрақтың біресі дұрыс деген тұр ғой, один из списка деген тұрады, если бірақ вариант дұрыс болса. А если 2-3 вариант ответа дұрыс болса, нескольканы таңдайсыңдар. Потом ол таңдау үшін ответті дегенді басасыңдар. Дұрыс ответті обозначить етіп, мына жерге баллыға бір сұраққа қанша балл қоятынын таңдап қоясың. Негізі көбісі бір балдан қоя салады, так что ол жағын өздерің шешесіңдер. Потом мына жерге отзыв деген бір пояснение, типа дұрыс жауап, не үшін дұрыс жауап, сондай деген зат. Мысалы, или андай ответті дополнить етуге болады, бірақ оны негізі тиіспей қойған дұрыс. Готово дейсіңдер де, уже келесі сұрақты тағы сұрақтарды қоса беру үшін плюсикті басасыңдар. Естіп қайталана береді, сөйтіп қанша шамаларын жетеді, сонша сұрақ жасайсыңдар да. И болды сонымен. В общем, мына жерге сұрақ, мына жерге вариант. Мына жерде бір сұрақ дұрыс, несколько вариант дұрыс деген сөз. Мына жерден ответыйдан қай ответ дұрыс, соны таңдайсың и балды таңдайсың. И потом на каждый сұраққа обязательный вопрос дегенді ұмытпаңдар, чтобы оқушы сұрақтарды пропускать етпеу үшін. Сосын бүткіл тестті жасап біткен соң оқушыға жіберу керек қой, оны былай істейміз. Отправить деген басасын. Потом электронный почта бір нәрсе деген бар, сол негізі самый оптимальный вариант екіншісі, ссылка.
на короткий URL деген таңдасаңдар, ссылкаларын кішкене оңайырақ и әдемі болып тұрады, чтобы жібергенге оңай. Осыны копировать ете саласың, мынадан басып. И осы скопированный нәрсені WhatsApp-қа или бір жерге оқушыларына бере саласың. В общем-то, все. Google форманы айттым, бірақ басқа тест бар, бірақ мен жасайтын тест. Ну, то есть өзім қолданатын платформа дейді ғой, или сайт. Онлайн тест-пад деген сайт бар. Ол негізі Google формадан қарағанда оңайырақ и регистрация ештеңке керек емес. Так что, если мынаны үйренгің келсе, осы видео шыққан каналда сол туралы видео бар, баяғыда түсіріп қойғам. Если үйренгің келсе, каналыма кіріп, листать ете салсаң, тауып аласың келесі видеоны. Либо комментарийға, немесе описанияға ссылкасын қалдыра саламын, может быть. Так что, өзің біл қайсын үйренгің келеді, қайсы өзіне жақын. В общем-то, все. Давай.